осындай пышный, жұмсақ, тәтті пирог пісіргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Өте оңай, әрі дәмді. Пирогымызға керекті заттар: 100 грамм май, 200 грамм айран, 150 грамм қант, 4 тал жұмыртқа, керегінше ұн, кішкентай ғана тұз, және де осындай бір қасық разрыхитель, қопсытқыш. Енді заттарымызды тездетіп араластырып аламыз. Алдымен жұмыртқаны саламыз. Қантымызды саламыз. Сосын разрыхителімізді саламыз. Тұзымызды саламыз. Енді бәрін жақсылап араластырамыз. Араластырып алдық. Енді айранымызды қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Майымызды қосамыз. Майымыз үй температурасында болу керек. Жылырақ болсын. Бәрін жақсылап араластырамыз. Керегінше ұн салып, жақсылап араластырамыз. Аз-аздан салып отырамыз. Мәнекей араластырып болдық. Енді қалпымызға май жағып, өзді жағып алдық. Енді массамызды құямыз. Енді 180 градуста 45 минут пісіреміз. Пешіміз қызып тұр. Мінекей 180 градуста 45 минут пісіреміз. Пирогымыз дайын болды. Кішкене суығаннан кейін барып кесіңіздер. Мінекей пирогымыз жұмсақ әрі өте дәмді болып пісті. Көтеріліп, ісіп шықты. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментария жазыңыздар. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.